Құдай Филистир деген мықты елден Израильді құтқару үшін Маноғақтың отбасына Самсонды сыйлады. Құдай Самсонды жарылқап, ол Құдайдың рухы қонуымен Филистирлерге қарай барды. Самсоннан бұрынғы билер израильдіктерді жетелеп, көрші елдермен соғысу арқылы халықты құтқарған. Әйтсе де Самсон соғыстан гөрі басқа жолмен Израильді құтқармақшы болды. Самсон филистирлерге жалғыз қарсы тұру үшін олардың Тимна деген жерінде тұрып жатқан бір қызға үйленбекші болды. Сен неге израильдік қызға үйленбейсің деп, тіпті оның ата-анасы да Самсонның ойын түсінбеді. Біздің қызға үйленбекші болғанына қарағанда, Самсон біздің халқымызға қосылғысы келетін шығар деп, филистирлер Самсонға күмәнданбады. Самсон сол қызбен кездесу үшін Тимнаға бара жатқан жолда бір жас арыстанға тап болды. Арыстан Самсонға қарай ақырып жақындаған кезде жаратқан иенің рухы Самсонға құдіретпен қонды. Самсон жай қолдарымен ақ арыстанды лақ сияқты қақ жарып бөліп тастады. Бірнеше күннен кейін Самсон сол жөнмен қайтадан өтіп бара жатқан кезде өзі өлтірген арыстанның өлексесі ішінде бал арасымен бал бар екенін көрді. Ол сол балды жеп көріп, әке-шешесіне де берді. Самсонның үйлену тойына 30 филистирлік шақырылды. Самсон бір жұмбақ жасырып, соның шешімін тапқан адамға 30 бәтес жамылғы мен киім беремін деді. Той болған 7 күн ішінде мына жұмбақтың жауабын табыңдар. Жегіштің ішінен жейтін тағам, мықтының ішінен тәтті дәм. Бұл не? Сол Самсон өз өлтірген арыстан мен оның ішіндегі бал тура еді. Тойдың соңғы 7-ші күні келгенше филистирлер шеше алмады. Сонда олар Самсонның әйелін қорқытып, жауабын айтпасаң әкеңнің үй үшін өлтіреміз деді. Сонда ол қатты жылап Самсоннан жауабын сұрайды. Самсон оған жауабын амалсыз айтып, әйелі соны филистирлерге жеткізді. 7-ші күн батпай тұрып, 30 адам Самсонға келіп, өздері тапқандай жұмбақтың жауабын айтып берді. Сонда Самсон филистирдің басқа қаласына барып, 30 адамды өлтіріп, киімдерін олжалап, оларға таратып берді. Қатты ашуланған Самсон әкесінің үйіне қайтып оралды. Біраз уақыт өткен соң әйеліне барған Самсон оның басқа адамға күйеуге шыққанын көріп, қатты ашуланды. Мен енді филистирлерге қандай жамандық жасасам да күнәлі болмаймын деп ойлаған Самсон 30 адамның санынан 10 есе көп, яғни 300 түлкіні ұстап алып, қос-қостан құйрықтарын матап, ортасынан от жағып, филистирлердің егіндігіне жіберіп өртеді. Филистирлер соғысудан да гөрі үлкен зиян шекті. Себебі астық қана емес, жүзім мен зәйтүн бақтары өртеніп кеткен еді. Сөйтіп Самсонның соғысы басқа билерден гөрі басқаша болған еді. Гедеон би сияқты бірнеше 10 мыңдаған адаммен соғыспай, Құдайдың рухы қонған Самсон күші мен даналығы арқылы филистирлерге қарсы тұрып, өзінің соғысын жасады.